Қайырлы кеш ағайын, қалайсыздар? Шаруашылықтарыңыз қалай, дамып жатыр ма? Міне, жаңа екі кештің ортасында жұмыртқа келіп, адлерский жұмыртқалар келді. Содан өзіме артылдырып алып қалдым әйтеуір. Осы жұмыртқаны сағайын деп жатырмыз. Осыдан 2 күн бұрын Кучин келген. Оның ішінде кучинскийлар. Мынаған қазір адлерді салам, құдай қаласа. Осы дайындап дезинфекциясын бәрін істеп қойдым. Міне, мына ішінде кучинскийлар, бұл 14-не ашылады, құдай қаласа. Міне әйтеуір бір Аллаға сеніп, ыстық болса да, не болса да қарамай заказ беріп, алдыртып. Осын қойып жатырмыз ағайын. Бізде жаңалық осы карантинде құрытпайық деп, осы тірлік жасап жатырмыз енді. Құдай қаласа Алланың бұйыртқаны енді. Қалай ашып шығатынына енді білмейміз пока. Осындай жағдай болып тұр. Міне, бұның бәрі заказ. Құдай қаласа 20 күннен кейін егелер алып кетеді, Алла қаласа. Міне, менде жаңалық осы ағайын. Заказ келіп жатырмыз, келіп жатыр, Алла жайлап. Салып жатырмыз, егелеріне кетіп жатыр. Егелердің барлығына салып болып, өзіме уақыт тауып, міне түнгі сағат 11 болып қалды. Барлығын турлап салайын деп жатырмын. Ал құрметті ағайындар, шаруашылықтарыңыз дами берсін, тек қана алға. Сәттілік болсын барлықтарыңызға. Жұмыртқа сіздер инкубаторға салып жатсаңыздар, барлығы Алланың қалауымен жақсылап ашылсын. Рахмет. Сұрақтар болса комментарийға жазып, лайкпен қолдап, жаңадан қосылған көрермендер болса, подписаться деген қызыл батырманы басып қойыңыздар ағайын. Тек қана жақсылықта жолға ағайын. Рахмет.